Бірде Абу Хурайра дауласып жатқан вахабистардың ортасына түседі. Сендерге әдеп үйрену керек дейді. Бәрі аң-таң болып қалады. Сонда Абу Хурайра: шығысқа барсаңдар қазақ деген ел бар. Солардың төбет деген иті бар. Содан әдепті үйреніңдер, деп бұрылып кетеді. Қатты ойланған вахабистар осының айтқаны рас па, әлде мазақ қылды ма деп ойланып қалады. Бірақ Абу Хурайра ғалым адам екенін біле, ол ешқашан өтірік айтпады деп үндемей қалады. Сөйтіп, екі вахабтың ғалым адамы жолға шығып, Хурайраның айтқанын тексерейік дейді. Айлар өте қазақ даласына жетеді. Қазақ еліне жеткеннен кейін қазақ халқының қонақжайлығын көріп, табиғатын тамашалап, өмірмен танысып, төбет иттерін көріп, ақырындап бақылай бастайды. Тыныштықты сақтайтын ит екен, өте салмақты, ақылды және де әдепті екенін байқады. Үйдің иесі киіз үйден шықса, төбет ит орнынан тұрып, бұйрығын тосады. Міне керемет, жүгіріп келіп үстіне бас салмайды, және де дәретіңді де бұзбайды. Тамақ берсе, үй иесі алыстап ұзап кеткенше әдеп сақтап жемей тұрады. Малды мазаламайды, керісінше бағуға көмектеседі. Нағыз адамның сабырлы да сенімді досы екен, деп таң қалды. Сырттан бөтен адам келетін болса, гүрс-гүрс етіп дауыс береді. Үйді қорғайды, мал жайды қорғайды. Және де бір байқағаны, қазақтың тазы иттерді керемет. Жанұяның бір мүшесі ретінде қарайды екен. Үскілер таза, жөпшеңді ұрмайды, жөпшеңді үрмейді. Міне кереметтігіне таң қалған екі вахабис қайтадан араб еліне кетті. Келген кезде Абу Хурайраға жолығады. Сонда дейді: сіздің айтқаныңыз рас екен. Біз сізден кешірім сұраймыз дейді. Бірақ та сізде бір сұрағымыз бар. Сонда Абу Хурайра қандай сұрағын айта қой деген кезде: осы ислам діні бірінші араб жерін емес, қазақ жерін басып өткен ғой, деп аң-таң болды.